Достар, көпшілік көлік алып жатқанда неге ұрынып жатыр? Міне, мысал ретінде камерада көрсетейін. Алдынан өте қатты соққы болған. Шанағын көрдіңіз ба? Алды кесілген. Донордан салынған. Кузовының түсі қара, донордікі қызыл. Бізде жалпы автоэкспертте тексергенде қалай тексереді? Капотты ашады. 3 момент бар основной. Лонжеронға қарайды. Мына лонжеронның тұсына қарайды. Герметика орында тұр. Мына наклейкалар орында тұр. Мына наклейка бар сатылады. Наклейка орында тұр. Сосын мыналарда экран, мына бөлшектері сваркамен жалғанған болады. Точечный сваркамен міне. Осы тұсқа қарайды, осы жерге қарайды, стаканға қарайды, болды. Если барлығы сау орында тұрса, братан, машина ұрылмаған дейді. Талшын номермен ешкім қарамайды. Біреу күмәнданғанда өте сирек біреу қарауы мүмкін. Іші мынау мысалы іші матовый лакпен боялады. Оны қазір мына матовый лакпен бояйды. Болды. Алда ұрылмаған, соғылмаған болады. Бұның ішіне шаң кіреді, шаң басылады ішіне. Адамдар ешнәрсе айыра алмай қалады кейін. Ал мына жердегі стыктарды қазір кузовный цехтарда өте сапалы түрде жасайды. Мынаны қазір стык қосады. Мен сіздерге қазір мысал ретінде тағы бір видео қосып қоямын. Мына стыктарды қалай істеп жатқандар. Мына стыкқа бір шпаклевка жақпай істейтіндер бар қазір. Завод қып істейді. Ешкім айыра алмай қалады. Көрдіңіздер ме? Міне аркасын қарайды. Аркасында барлығы әдемі болды. Шторкаларын салады, под толщинамен боялады. Болды. Машина ұрылмаған, соғылмаған болды. Жалпы осындай машиналарды біз ешқашан кеңес бермейміз. Өйткені бұл өте үлкен жауапкершілік. Ертең болашақта соққанда не болатынын бір Алла біледі. Сол үшін біз ешқашан осындай машина алуға кеңес бермейміз. Ал сіздер осындай жағдайға ұрынып қалмау үшін біздің парақшамызға тіркеліп қойыңыздар. Мен сіздерге пайдалы ақпарат беріп тұрамын. Көлік алу жайында неге мән беру керек екенін тіркелуді ұмытпаңыздар. Примерно Тойотаны должен сон. Бұл жерден жалғанған жер. Бұл переход. Осы жерде ғой переход тоже. Полирать ечереміз болды. Проемда да шпаклевка жоқ. Проемдар осылай.